Зұлпқар Сефердің өліміне қатты қайғырып жүр. Мелтем қасында қалмай көмектесіп жүр. Бірақ Зұлпқар оған кет деді. Мелтем кетіп қалды. Оған Сеферден айырылу өте ауыр болып жүр. Айшегүл Пойразға әкемнің қасында бол, ол шаршады. Енді Әділге барып кешірім сұрағысы келіп отыр деді. Пойраз маған көмек қолын созып, мені құшақтап, әке болды, мен оны тастамаймын деді. Айшегүл, мен оның бұндай халін ешқашан көрмеген емеспін деді. Пойраз, ешқашан мен оны тастамаймын. Ол тек сенің әкең емес, менің де әкем деді. Бахри Идриспен Әділге бара жатыр. Сема Диспинадан Бахриді сұрады. Ол кездесуге кетті деді. Кіммен деп еді, білмеймін деді. Сүнгіл Диспинаға келіп, баламды дәрігерге апарайын деп еді, менімен барасың ба деді. Диспина келісті. Ихсан Әділге Шефкетті әкелді. Саған шаруамыз бар деді. Ихсан, бір танысымыз жоғалып кетті деді. Шефкет, ол кім деп сұрады. Әділ, сен біздің адам болғансын, саған шындықты айтамыз. Нешет менің үлкен ұлым деді. Пойраздың ағасы. Әділ оны қамауда ұстап отырды, бірақ ол қашып кетті. Біз іздеп таппадық деді. Сенің көмегің тиіп қалар деп ойладық деді Әділ. Шефкет, жақсы, көмектесемін деді. Бахри кездесуге келді. Оны бәрі күтіп отыр екен. Бірақ Әділ болмады. Олар Бахриді мазақ қылып күлді. Шалтырбас дұрыстап сөйлеңдер деп еді. Бахри, сабыр ет. Олар тәрбиелі адамды алғаш рет көріп тұр деді. Әділ қайда деп сұрады. Олар қабырғадағы видеокамераны қосты. Әділ кездесуге келмеді. Видеомен сөйлесті. Сүнгіл мен Диспина светофорда тұрғанда өзі жоспарлағандай екі жігіт келіп, біреуі баланы алды. Біреуі Сүнгілге қару тақап, біз білеміз, сен Бахридің келінісің. Сенде ақша көп. Кешке 5-ке дейін 500 мың тауып әкелесің, деді. Сосын баланы береміз, деді. Сүнгіл, баланы әкеліңдер деп өтірік жылады. Полицияға да Бахриге де хабар айтушы болма, деді. Диспина қатты қорқып кетті. Баланы қайтарыңдар, деді. Сүнгіл, балам деп айқайлап жылады. Әділ Бахриге, сен енді ешкім емессің, деді. Бахри, сендердің бастықтарың қандай қорқақ екен білесіңдер ме, деді. Әділ, сөйлеме, Бахри, болмаса мен сенің тек сүйіктілеріңді емес, сенің қасыңдағы адамдардың бәрін құртамын, деді. Идрис, тоқтат, біз ұрсуға емес, сөйлесіп шешуге келдік, деді. Әділ, сөйлесеміз, деді. Идрис, не керек саған, деді. Бахри, осы жерде отырғандардың бәрінің қолын сүйсін, деді Әділ. Диспина, полицияға звондаймын, деді. Сүнгіл, звондама деп жылады. Онда Бахриге звондаймын деп еді. Сүнгіл, олар ешкімге звондама деді деп жылады. Ондай ақшаны қайдан тауып беремін деп жылады Сүнгіл. Диспина, сенде ақша жоқ па, деді. Идрис, не деп отырсың, Бахри олардың қолын сүймейді, деді. Басқа бірдеңе айт, деді. Шалтырбас, әке, кетейік, деді. Бахри Әділге, сосын сен менің жақындарыма тимейсің ба, деді. Әділ, тырысамын, деді. Бахри орнынан тұрып, сен уәде берсең мен келісемін деп жатқанда Пойраз кіріп келді. Әділ, балам, деді. Диспина, Сүнгілге ақша берем, деді. Ол қуанып кетті өзінің жоспарының орындалып жатқанына. Диспина банктың бастығына звондап жатырғанда Сүнгіл алыстау барып Епекке звондады. Бала, сенде ма? Бәрі дайын, деді. Пойраз келіп, не жайлы айтып жатыр едіңдер? Мен де естігім келеді, деді. Әділ, сенің шаруаң емес, деп қолын сілтеді. Пойраз, Бахриге қатыстының бәрі менің шаруам, деді. Отырғандардың біреуі, сен кімсің, деді. Пойраз, Караилмін, деді. Сен мұнда не ұмыттың? Кет, жоғал, деді. Әділ, бұл адам өкінішке орай менің балам, деді. Тек ол кімнің жағында екенін білмейді, деді. Отырғандар, Әділдің баласы құрметке лайық, деді. Пойраз, иә, құрметтеңдер мені деп өзіне кет деген адамның басын үстелге ұрды. Сосын экрандағы жаратылыс менің әкем емес, деді. Менің әкем Бахри Уман, деді. Әділ жынданды. Пойраз Әділге, менің әкемде шаруаң болып жатырса, дереу маған звонда, деді. Бахри, иә, мен бір баламнан айырылдым, Сеферді жоғалттым, бірақ сені таптым, деді. Пойразды құшақтады. Садриддин үйіне келді. Ол жігіттер қайда деп сұрады. Олар мені ұмытты ма, деді. Сефер қайда, деді. Сема, Сефер қазір келеді, деді да жылап шығып кетті. Шефкет Бахриге келіп, Әділдің ұлы бар екенін айтты. Бахри Пойраздан шын ба деп сұрады. Пойраз, иә, мен
суретте әкемді шешемді сосын бізден үлкен бір баланы көргенмін деді. Сема ол қайда деді. Шефет олар оны ұстап отырыпты, қашып кеткен, Әділ іздеп жатыр деді. Екеуінің арасы жақсы емес деді. Бахри Әділдің бір әлсіз жерін таптық деді. Әділ Ихсанға баламды тап деп айғайлады. Бахри оны менен бұрын тауып алса не болады деді. Пойраз көшедегі камераларды қараймыз деді. Сема біз де іздейміз деп шығып кетті. Сема Сефер тірі, әлі Әділде деп ойлап жүр. Баласын тауып Сеферге алмастырам деп ойлады. Банк бастығы Диспинадан күдіктеніп полицияға хабарласты. Сема Мелтемге келді. Әділдің баласының қайда екенін анықтауға. Диспина мен Сүнгіл ақшаны алып келе жатырғанда Бахри звондады. Сүнгілге ұрысты. Қайда жүрсің, күйеуің үйге келді, сен жоқсың, тез үйге кел деді. Сүнгіл Диспинаға ақшаны беріп баланы ал деп үйіне кетіп қалды. Шефкет Нишеттің қайда екенін біліп берді. Пойраз Бахриге мен барамын деді. Сема да сол жаққа бара жатырды. Диспина ақшаны беріп баланы алып келе жатырғанда оны полиция алып кетті. Диспина Сүнгілге звондап, баланы алдым, полициядамын деп айтты. Сүнгіл жүгіріп кетіп қалды. Жігіттер ақшаны алып қашып кеткісі келді. Селчук алдарынан шығып ақшаны бер деп жатырғанда полиция келіп қалды. Олар қашты. Селчук ақшаны алып қашып келе жатырғанда Сүнгіл оны машинамен қағып кетті. Пойраз бен Сема Нишаттың үйіне келді. Ихсан да сол жерге келе жатырды. Пойраз ағасын тапты. Сені Әділ іздеп жатыр. Адамдар қазір осы жерге келеді деді. Мен сені құтқарамын деді. Сема Нишатты алып кетем деді. Сүнгіл Селчукты машинаның багажына салып алды. Пойраздар атысып Нишатты алып шықты. Ихсан қашып кетті. Әділге звондап Бахридің адамдары мен Пойраз Нишатты алып кетті деді. Әділ баламды тауып әкел деп айқайлады Ихсанға. Бахри Сәдреддинге Сефердің өлгенін айтты. Ол да қайғырып жылады. Пойраз Нишатты Бахриге алып келді. Нишат Бахриге мені әкеме бермейсіңдер ма деді. Бахри ол әкеңе байланысты деді. Пойраз ол Әділге қатты қажет деп сыбырлады Бахриге. Әділ Бахриге звондады. Менің балам сенде ма? 8-ге дейін баламды қайтар, болмаса бәріңді өлтіремін деді. Бахри кішкене қателік жіберсең балаңды бөлшектеп саған жіберемін деді. Өзің келіп беріл деді. Әділ жынданып Ихсанға айқайлады. Сен бәріне кінәлі, баламды қорғай алмадың деді. Адамдарды жинап бәрін өлтір, Нишатқа тиме, қалған бәрін өлтір деді. Пойраз болса ше не істейміз деді Ихсан. Әділ оны да өлтір деді. Пойраз Әділ не деді деп сұрады Бахриден. Бәрімізді өлтіремін деді деп айтты Бахри. Бәрін жинаңдар, Синанды, бұрынғы әйеліңді бәрі осы жерде болсын, көз алдымда жүрсін, Әділмен мәселе шешілгенше деді. Сүнгіл Диспина мен баласын алып полициядан шығып келе жатырғанда Бахри Диспинаға звондап үйге тез қайтыңдар деді. Екі полицей оларға қарап, біреуі Бахридің келіні емес пе осы деп сұрады.